Томашаға дүркіретіп той берді. Осы тойда ауыл жігіттері мәмілеге келіп, бітімгершілік жасасыпты. Болды, бұдан кейін анау топ, мынау топ деген жоқ. Бәріміз бір қазақтың баласымыз деп төс түйістірген. Мұны ауыл ақсақалдары қоштап, алғыстарын жаудырды. Сөйтіп жүргенде Әнипа апай шу шығарды. Совхозды 20 жылдан бері басқарып отырсың, деп директорға дүрсе қоя берді. Ол бейшара қолын созып, ау апа, сізге не болды? Деп сұрағанынша болмады. Түнде балам түсіме кіріп аян берді. Анау Көкенайдың жерлегені кемпірі емес, менің құлынымның сүйегі, деп айғай салды. Ойбай ау апа, не деп тұрсыз? Оны қайдан шығардыңыз? Деген ауыл басшысы сонда Әнипаға қарап таңғалған. Мен білем, бұл жерде бір қитұрқы құпия бар, деген кемпір сөзінен танбады. Құдай-ау, енді қайттым, деген басшы жанында отырған парткомға қарағанда ол кісі көзін қысып ымдап жіберді. Солай, бала солай, деп көз аларған кемпір одан сайын шүйлікті. Негізі тап осы жағдай ауыл басшылығының кінәсі. Табылған мәйітті осындағы дәрігерге қаратып, қағаз толтырып көме салған. Өйткені із-түссіз жоғалған кемпірді суға кетті дегенді бәрі біледі. Сол үшін жан-жақтан келген құтқарушылар өзенді ақтарған, бірақ таппаған. Сонда қайдан күмәні болсын, Көкенай аға менің кемпірім деген соң көме салған болатын. Оның үстіне сол мәйітті өзі тапқан жоқ па? Бірақ ол кезде аудандағы емханада жөтел тиіп, күркілдеп жатқан мына кемпір жоқ еді. Жалпы ауылда болғанда да бармас еді. Баласы баласын өлтіріп отыр, қалай барсын? Тіпті барайын десе, Көкенай жағы бұл кемпірді шақырмайды. Келсе ит қосып қуамыз деп дайын отырған. Енді сол кемпір әлде кімдердің сөзіне еріп, совхоз басшысын қыспаққа алып тұр. Апа, өлген кісінің аруағын мазаламай қояйық. Ауыл дәрігері берген қағаз бар, мен оны сізге ертең көрсетейін, деді директор. Қағазыңның ішіне сиейін, түнде маған аян берді. Сол мәйіт менің баламдікі, деген кемпір одан сайын байбалам салды. Осылайша совхоз директорының тағдыры қыл үстінде тұрды. Ойбай-ау, енді не істемек? Айғайдан пайда жоқ, құтырған кемпірді жылы сөйлеп алдартқадан бастады. Одан басқа жолы жоқ. Баланың күйігі жанын жеген байғұс ана ештеңеден аянбайды. Сол үшін апа деп қаутыңдаған директор жалына берді. Соңында асау кемпірді алдастырып, әрең құтылғанда сұлық түсіп, басын ұстап отыра кетті. Сонда оны партком жұбата бастады. Басеке, бұл кісіні Заманбек көршісі алжыған деп жүр. Мұның сөзі не, өзі не, деп ол сапырды. Алайда бәле дегенің аяқ астында. Совхоз директорының басы үлкен дауға қалды. Анау кемпір ертесіне басын қылтитып, және келсе, оның ертесіне тағы да келді. Егерде жоғарыға жазса, директордың біткен жері. Өзімен бірге ауыл дәрігерінде ала кетеді. Себебі шатпақтап тұрып қағаз толтырған сол еді. Ой, Мақам мырза, шашы ұзын еді ғой, деді дәрігер. Сен өзің былай-былай анықтап қарадың ба? Мәйіт анық кемпірдікі ма? Деп сұрады директор. Я, кемпірдікі еді, шашы ұзын болатын, деп қайталады дәрігер. Мырзашау, анау баланың да шашы ұзын еді ғой, деген директор басын ұстай салды. Қай баланың, қандай баланы айтасыз? Анау Әнипаның баласын айтам, деді директор. Әй, ол баланы суға кетті деді ме? Ол бала қалаға барып жоғалып кеткен жоқ па? Деген дәрігер сонда ғана ойлана бастады. Жоғарыда айтқанымдай, осының бәрі директордың кемшілігі. Бұл кісі 25 жыл бастық болған тәжірибелі сауатты кісі болса да, осы жерде өрескел қателік жіберді. Енді кемпір жоғарыға шықса, эксгумация деген пәле бар. Онсыз да соңғы 6 айда шырқы бұзылған ауылды экспертизалар тағы шабады. Содан соң мәйітті ашып қайта тексереді. Егер мәйіт баланың мәйіті болып шықса, мына отырғанның екеуінің де бастары ұшады. Сен өзің жақсылап қарадың ба, деп қайталап сұраған директор дәрігерге сұстана қарады. Қарадым, я қарадым, шашы, дей берді дәрігер. Әй, сен өзің шашы деп тіреліп қалғаның не? Бұтына қарадың ба, бұтына? Деп айғай салды совхоз басшысы. Негізі Таппына Мырзаш деген мәйітті қарап отырмаған. Бірнеше ай суда жатып бұзылып кеткен мәйітті қарап шығуда оңай емес. Және де ұстаған жерінен ет үзіліп, іріп тұрған. Әйтеуір жұрт әупірімдеп табытқа салып көміп келді. Сөйтсе, мына жақтан мына кемпір шықты. Анау Әнипа деген кемпір келіп, 3 күннен бері қанымды ішті. Біресе балам аян берді,
біресе біреу айтты дейді. Әйтеуір мәйіт жайлы сандырақтап бітті. Егер ол қатын жоғарыға шығатын болса, сенің де менің де шаруамыздың біткен жері болады. Жұмыстан кетсек жақсы, сотталып кетуіміз ғажап емес, түсіндің ба? Деп сөздің тоғытерін айтқан директор енді не істейміз дегендей дәрігерге қарады. Ол не десін? Тұшып қойған баладай көзі бақырайып қатты да қалды. Көпті көрген директор дәрігердің осы тұрысынан ақ істің шала екенін түсінді. Бұл сорлы да өзі сияқты қапыда қалып тұр. Ал енді ол оқиға былай болған. Көкенай ақсақал мұз арасынан мәйітті көргенде белгі қойып ауылға қайтқан. Содан ағайын туысқа хабар беріп, бір топ еркек дайындала бастаған. Сол аралықта ауыл басшысына да адам жіберген. Сөйтіп жүргенде түн ауып қараңғы түскен. Ертесіне аттарының табанына киіз байлаған біраз адам тоғайға тартқан. Ал кемпірдің мәйіті табылды дегенді естіген басшы берідегі жұмыстарды ұйымдастырған. Ауыр көлікке қалың қарды тазалатып қабір басына жол аштырған. Одан ескі құсқы резеңке апарып жер қаздырған. Сол жылы аяз қатты болғаны сонша от жағып жер қыздырмаса қазу мүмкін болмаған. Алайда осының бәрі асығыс жасалған, өйткені мәйітті түнетуге болмайды. Қай кезде әкелсе де көму керек деп осындағы бір ақсақал пәтуа шығарған. Содан бұл сорлы басшы емес пе? Тым болмаса үйін қаздырып қояйын деп зыр жүгірген. Ал балта күрегін қоржындарына салып тоғайға кеткендер іске кіріскен. Сөйтіп мұзды шауып мәйітті шығарып қапқа салып әкелген. Содан соң Құран бағыштап айналасына от жаққан. Қайтсын, мұзымен апарып жерлеуге шариғатта тыйым салынады. Мүрде тек қана 5 кез матамен кетуі керек. Қазақ оны кебін немесе кебіндет дейді. Одан әрісі белгілі, суы шылқып жатқан қаптағы мәйітті арулаған ырымын жасап көтеріп кете барған. Мұндайда егжей-тегжейлі ешкімде тексермейді, тіпті дүйім жұрт сол кемпірдің мәйіті табылғанына қуанды. Мына Көкенай атаның қуанғаны бір бөлек әңгіме. Кемпірімді жерлеп парызымнан құтылдым деп жаны жай тапты. Сөйтсе, сол жаназаның арасында болған әлде бір кісі Әнипаның құлағына сыбырлап қойған. Аяқтан тартпасақ, тамағымыздан жарты ас өтпейтін қазақпыз. Оның соңы мынандай жағдай. Алайда бір жағынан қарағанда сол адамның сөзі дұрыс. Себебі мәйітті ауыстырып көмуге болмайды. Біздің қазақ не көрмеді, сонау ашаршылық пен ақтабан шұбырынды да миллиондап көмусізде қалды ғой. Ит құсқа жем болған мүрделер әр жерде шашылып жатқаны рас. Одан берде кешегі ауған соғысының өзінде бос табыттар келген жоқ па? Мырыш қорапқа салып әкеліп талай бабамызды аштырмай көмген жоқ па? Олардың ішіндегі мәйіттің кімдікі екені белгісіз еді. Ал енді ол адам білген болса, сол күні неге айтпады екен? Басын бұғып қалып, көктем шыққанда істі насырға шаптырғаны нес? Әсте ол жанашыр емес, мына директордың соңына түскен біреу болар, әйтпесе сол жерде неге айтпады? Осылайша директор мен дәрігердің күні таяды. Әнипа кемпір әуіптесе болды, бұл екеуі сыбайлас болып шыға келеді. Міне, директордың көзі аларса, дәрігердің басы салбырап қалғаны содан. Сен қазір Көкенай ақсақалға бар, сосын өзің толтырған қағаздарды алып осында келіңдер, деп бұйырды совхоз басшысы. Сонда құп болады деген дәрігер көзі шыпылықтап тұра жүгірді. Жүгірмей қайтеді. Қаттыға барғанда өзі кінәлі болып шыға келеді. Тырнақ астынан кіріз деген біреу келсе, кінәрат табады, сосын жебіріне жетеді. Сол таяқтың екі ұшы директор екеуіне тигелі тұр. Рас, бұл деген нағыз сорақылық. Өйткені жоғалған мәйіт табылса, судмед экспертиза жүргізіп, сараптама жасамай жерлемейді. Тіпті ағайын туыс танып тұрса да жерлеуге рұқсат жоқ. Бұл жайлы арнайы заң бар. Онысы дұрыс-ақ, табылған мәйітті анау ананікі, мынау мынанікі деп жорамалдап көме берсе не болады? Ақсақал, ассалаумағалейкум, аман есен барсыз ба? Деп күнгенкейі келген мырзаш дәрігер үйге кірді. Иә, інім, бармыз. Әй, сен өзіміздің доғдыр баласын ба? Деп үңіле қараған қарт көрпешені көрсетті. Құдай-ау, мына үйдің ұсқыны кетіпті ғой. Осыдан 3 жыл бұрын қандай ет, қазір қандай деш? Ол кезде бұл үйде сән бар еді, өйткені құлыным деп ұлын, шалым деп байын еркелеткен әйел отана бар еді. Қазір жалғыз басы қушайып Көкенай қарт қана қалды. Осыдан бірер ай бұрын бұл кісінің де есі ауып барып қайтқан. Көрші аудандағы ағайынды інісі алып кетіп жүрген, қайта қашып келе берді.
Сонда кемпірінің мәйітін іздейді екен ғой байғұс. Дегенмен сол кемпірдің мүрдесі табылды. Мына ақсақалға ескірді. Бұрынғыдай өзен бойына барып, күн қарайғанша шоқиып отырмайды. Әрине, қарттар да жылайды, бірақ әртүрлі жылайды. Бірі иегі кемсеңдеп жыласа, бірі іштей жылайды. Алайда көз жасын көрсетпейді. Көкенай ата қанша жерден әтірін сеуіп, киімін күйттегенімен кемпірсіз күні қараң боп жүрген. Мұны ешкім жоққа шығара алмайды. Қатынсыз үйдің қызығы кетеді. Сол үшін кемпірімнің алдында кетейін деп Құдайдан тілеп қариялар отырады. Мына Көкенайдың күні тап сондай күн. Құдайдың салғанына басымен көтеріп жалғыз отыр. Осының бәрі бір қазақтың тентек баласының кесірі. Ол дегені қандай жағдай болмасын, кісінің баласын өлтіруге болмайды дегені. Адамның жанын Алланың ғана алуға хақысы бар. Әй бала, қайдан жүрсің? Қане, нан ауыз тиде, уәжіңді айта бер, деген қарт сонда жартылай жабулы дастарханның бетін ашты. Осылай, аға, анау Әнипа кемпір жанымызды алып жатыр, деген дәрігер төмен қарады. Сол Антұрғанның жүгермегі баламды өлтіріп еді, өзі көрде жатқан кемпірімнің мүрдесін шұқиын деді ма? Директор балаға айта бер, ешқандай құжатта басқа да жоқ, кемпірімнің аруағын тыныш қойсын, деп айтып салды. Мырзаш дәрігер әрі-бері түсіндірмек болып еді. Мен бір рет айттым, бітті. Мынау Анипаңа сәлем айт, егер маңыма жақындаса, қақ маңдайынан атып саламын, деп қабырғада ілулі тұрған мылтықты көрсетті. Осыдан кейін көзі табақтай болған дәрігер мырзаш, жарайды ақсақал, ашуға берілмеңіз, өзіміз бірдеңе қылармыз, деп шығып бара жатты. Содан соң айдап отырып директорға келді. Сіз өзіңіз бармасаңыз ақсақал ашулы екен, кемпірімнің аруағын тыныш қойыңдар, деп ұрсып берді. Біліп едім ау соны, не болса да бізден бір қателік болды, деген совхоз басшысы ойлана бастады. Мүмкін Әнипаға қой беріп аузын жабармыз. Негізі Әнипаға жел беріп табанын үрлеп отырған адам шынымен де бар. Ол анау бұрынғы Камторг мекемесінің бастығы. Бұл ақсақалдың сонау Ленинградта оқып бітірген жоғары білімді жалғыз інісі бар. Сол жігітті қит етсе, мына совхозға басшы қылмақшы. Ол үшін мына директордың басынан бағы тайып, орнынан ұшуы керек. Егер де солай бола қалса, анау жаққа барып інісін тықпалайды. Сонда мына ауылды алақанында ұстайды. Қашанда қазақтың жүрген жері осы. Көре алмаушылық, бақталастық, бәсекелестік. Әнипажан, ауыр болса да айтайын, мынау мүрдені ешкім қараған жоқ. Сол өзі сенің жалғызың болмасын. Ал енді қарындасым, мені айтты деп тіс жарма, жарай ма? Бақшылыққа барып талап ет, деген. Тап осы сөзді бұл айтпаса, басқаның миына келмейді. Қарабайыр қазақ кімнің мүрдесі деп ойланбайды. Ол мынаған ұқсаған іші тар бақталас адамның ойына келеді. Сонда сауатты һәм қуатты адамның сөзін іліп алған Әнипаң совхозды тік аяққа тұрғызды. Ғимаратқа күнде келіп директордың басына әңгір таяқ ойнатып кетіп жүрді. Айтқандай, бұл екеуінің балалары бір топта болған. Әнипаның жоғалған жалғызы мен байдың баласы дос еді. Алайда ауыл жастары бітімгершілік жасағаны қашан, қазір алауыздық жоқ. Дегенмен совхоз басшысы мен дәрігер бәлеге қалды. Ауданға шыққаннан басқа жолы болмай тұр, енді қайттық, деп күрсінді директор. Осы ауданнан шақырса болмай ма, дейтіндер табылар, ол өте күрделі мәселе. Негізінде мүрде табылған күні шақыру керек еді. Соңы мұндай боларын кім білген. Мұның ақырын қазбалайды деп ешкім ойламаса керек. Енді сол экспертизаң ақша тұрады, ол қанша пұл бір құдайға аян. Оның үстіне заманда дүдамал Димаш атамыз кетіп, орнына Колбин деген қаңғыбас келген кез. Осы адамның тұсында желтоқсанды желеу қылған орекеңдер қазақ көрсе ит қаптырып бастаған еді. Мұндайда бірінің етін бірі жейтін қазақтың құдайы бермей ме? Сол қаңғыбасқа біз сізді 25 жыл күттік қой, қош келдіңіз, Колбин мырза, деп съезде сөйлегенде атамыз бар ғой. Ол кім десеңіздер, кітап оқитындар білет, жоғары билікті қойш, 500 түтіні бар, мына ауылда сондай. Ертең-ақ директордың бағы тайса, соңынан кесектеп ит қосып қуады. Сонымен ауданға хабар жеткенде эксгумация деп бір топ адам келді. Олардың арасында Нұркен деген жалғыз қазақ бар, ол да мәңгүрт еді. Содан соң Көкенай ағаны итеріп тастап, мүрдені қаза бастады. Қашып жүрген нацист болмасын, қайтсеңдер де ашып тексеріңдер, депті жоғарыдан келген бір орыс. Оған себеп желтоқсаншы жастардың біразы қашып кеткен болатын.
Мәскеудің сол студенттерге наркоман нацистер деген айдар тағып, газет журналдарға жарыса жазғандарын білеміз. Ал енді мұның да себебі бар. Ол Қайрат Рысқұлбек ағамыздың Шу қаласынан болуы ғана. Біздің Шуды шөптің отаны дейді, бұл ақиқат. Осы шөп бізде аяғыңа оралып, табаныңның астында өсіп жатыр. Бұл да ақиқат. Қысқасы, қабір басына жиналған бір топ адам мүрдені алып көлікке тиеп кете барды. Құдай атсын бәріңді деп қарғыс атқан Көкенай ақсақал қос тізерлеп қала берді. Оның жауабын күтіп жүргенде мына ауылда тағы бір отбасының шаңырағы күйреді. Әй, Үржанның қызы ажырасып кеткен дей ме? Иә, солай деген сыбыстар шығып жатыр деген екінші келіншек иығын қысты. Да, қарны қампайып туайын деп отыр еді ғой. Оған не болған? Деп сұрады бірінші қатын. Білмесем, апа. Анау Анипа дегеннің баласымен қыз күнінде әмпей-жәмпей болған ба, сондай бірдеңесі бар, деген жауап алды. Бұл жоғалған бала жайлы сыбыс шығып, соңынан қираған екінші отбасы. Сол бала өзі өлі ма, тірі ма, бұл не сұмдық. Ауыл шулап, облыстан сараптама нәтижесін күтіп жатқанда, тағы бір келіншек төркініне кетті дейді. Неге кетті десеңіздер, ажырасып кетті. Жалпы осы ажырасқандардың қатысы не дейтіндер табылар. Бұлардың бәрі сол жоғалған баламен байланысты болған деп ел шулап жатты. Шынымен де бала жоғалғалы бері 4-ші отбасының шаңырағы күйреді. Солардың бәрі қатар өскен құрдастар. Мұның қызығы сол, тиген келіншектер емес, алған жігіттер бас тартқан. Демек, анау Жексұрынның өлгенін анық білетін болғаны. Сонда бұл жерде қандай құпия бар? Мына ауылда үйленіп ажырасу деген бұрында болған, алайда мынандай көп емес. Үйленіп алып, әй-шәй жоқ, ұрмай соқпай ажырасып кете беру ақылға сыймайды. Және де жігіт сымағы ештеңе айтпай, мен мұнымен тұрмаймын деп өзі әкелген келіншегін өзі апарып тастай салады. Мұндайдың қыр-сырын түсінбеген шал кемпірлер заман бұзылып барады деп бәленің бәрін заманға жапты. Алайда заман баяғы сол заман ғой, адам өзгерді десе дұрыс болар. Әйтеуір айналаны күңкіл сыңқыл басты. Біраз келіншектер бастарын бұғып төмен қарады. Құдай-ау, сол баладан 1-2 жас үлкендер де, кішілер де қипақтайтын болған. Әрине, қыздар жағы қипақтаса, ерлер жағы жағаша алмайды. Сонда бұл қандай күш, ненің құдіреті деңіз? Ал енді арадан апта өткенде облыстағы сараптаманың шет жағасы жетті. Мәйіт 55-65 жастар шамасындағы әйел кісіге тиесілі деп қорытынды шығарыпты. Мұны естіген Көкенай атамыз ауыл директорына жүгірді. Өздері жуып тазалап табытқа салып береді, ақсақал қам жемеңіз деген директор басу айтқан болды. Мұндай экспертизасын қарғыс атсын, кемпірімнің әруағын қорлады деген қария айқай салды. Алайда бұл КСРО-ның соңғы 5 жылы ит иесін танымай бастаған кез. Арадан біраз күн өтсе де кемпірдің мүрдесі келе қоймады. Совхоз басшылығы хабарласа, әне жібереміз, міне жібереміз деп қоя берді. Бірақ кебінделген кемпірдің мүрдесі көрінбеді. Әлбетте Көкенайда жалғыз емес, баяғы конторг бастығы келіп сөз үйретіп киліге кетті. Жоғарыға жас, мына директорыңнан іс бітпейді. Бұлардың бейгүнә аруақты сонша қорлағандары несі деп отқа май құйып жол көрсетті. Оған өкіметке өкпесі бар Көкенай атаң жоғарыға жазып жіберді. Қолына қағаз бен қалам берген комторг басшысы кімге жазатынын айтып отырған дейді. Осыдан кейін шалғайдағы ауылға мәйіттен бұрын комиссия жетті. Содан әу бастан бері қарай тексеріп, басшылықтан кемшілік таққанда дәрігер мен директор орындарынан ұшты. Осы ауылда 19 жыл басқарған Мақанның күні бітсе, ширек ғасыр дәрігер болған Мырзашың да үстелден құлады. Мұндайда комторг басшысы қарап қалсын ба? Бір сөмке ақша көтеріп ауданға ұшты. Одан жартысын беріп облыс асты. Ал арадан апта өткенде жалғыз інісі совхоз директор болып шыға келді. Әрине, әу баста халықтың қамын ойлаған болды. Қара судан бастап газге деп құбырмен келді. Ал бұл бұрыннан бар әдіс қой. Халық күңкілдемес үшін ақшасын алып, өздері тағайындаған басшыға аудан мен облыстан ақша беріп көзге көрсетеді. Оны мына жатқан жұрт, ойбай-ау, жаңа директор жақсы екен, су әкелді, енді газ келе жатыр деп қолпаштап отырады. Мұның бәрі сол заманғы көз бояушылық болса, қазіргі жағымпаздық. Бос ақшаны бұрынғы басшыға берсе де су мен газ келер еді. Бірақ жемқор жүйенің жұмыс істеу принципі осындай. Алайда
Әу деп келіп іске кірісіп өзін көрсеткен директор соңынан өз ауылын тонап тып-типыл қылады. Қайтсын, жоғарыға берген ағасының ақшасын 2 есе қып қайтару керек. Айтқандай осы директор тамыр танысты іске қосып, мәйітханадан кейуананың мүрдесін алдырды. Міне, нағыз азамат, басшы деген осындай болу керек, халыққа жанашыр болу керек деп күңкілдесті ауыл қатындары. Сөйтіп, кім не десе де, Әнипа кемпірдің үні өшті. Бұл енді көктем шыққан кезет, ауылды жинаған жаңа басшы, баланы іздеймін дейтін еріктілер болса, келіп тізімге жазылсын деп бәдігін сапырды. Мұның сұмдығы сол, жігіттің қатарынан ешкім шықпады. Бірге оққан сыныптастары да, бір топта болған үзеңгілес достары да тізімде болмады дейді. Сонда мұның сыры неде? Біреулер екінші топтан қорқып шықпады десе, тағы біреулер өлдің өштің деген осы ма? Көзі тірісінде сол баланың табанын жалағандар қайда деп күңкілдеп жатты. Әйтеуір, үлкен ауыл өздерінше тон пішіп біраз жерге барды. Ал енді жаңа басшы жоғалған баланың мүрдесін тапса, оны арулап жерлесе абыройлы болмақ. Оның үстіне Әнипаның арқасында үстелге отырды емес пе? Бұл басшы сол үшін қол жинап, тоғайды тінтіп көрмекші болды. Ассаламағалейкум аға, деген жас бала есік алдында күйбеңдеп жүрген Көкенайға сәлем берді. Уағалейкумассалам балам, бұл қай бала, деген қария басын көтеріп қарады. Аға, мен осы ауылдың жаңа парткомы Есен деген баламын. Келген себебімізді айтайын, сізді директор шақырып жатыр, деді бала. Балам, жаңа жұмысың құтты болсын. Қашан баруым керек, деп сұрады қария. Түс қайта ғимаратқа келсеңіз, басшылық күтіп отырады, деген жаңа партком кете барды. Жарайды балам, барайын, деген Көкенай қарт сағатына қарады. Бармайше, бір ай облыста жатқан кемпірімнің мәйітін осы бала алдырып берген жоқ па? Бірақ мені неге шақырды екен, әлде жұмыс бермекші ма, деп ойлап қойды. Негізі бұл кісі ауыл сыртындағы Дырысу деген ұжымда жұмыс істейді. Ол жерде тау тіреп тұрмаса да 3 күннен бір тәулік тұратын күзетші. Сол ұжымның ауыл сыртында тұратын 10 шақты техникасы бар. Вагонда жатып, соны қарауылдайды. Мүмкін совхоз ғимаратына күзетші бол дейтін шығар. Әйтпесе, жасы келген адамға қандай жұмыс? Жалпы директор бала мені не үшін шақырды? Сол күні түстік асын асыға ішкен Көкенай аға ғимаратқа тартты. Есіктен кіргеннен жаңа партком алдынан шығып, жетектеп алып басшыға апарды. Бұл ғимаратта қазір бәрі басқаша екен. Ішіндегі ескі құсқыны лақтырған жаңа басшы кабинетін қатырыпты. Сондай-ақ бұрынғы қызметкерлердің бірі де жоқ. Құйрықтарынан тепкен қазіргілердің бәрі мына басшының айналасы. Тіпті директор отыратын кабинеттің де ұсқыны басқа. Төмендегі есік алдында жас жігіт күзетте тұрса, директордың есігінің алдында жап-жас хатшы қыз отыр. Бұрынғы ашық-шашық жататын ғимаратқа қазір ешкім кіре алмайды. Бір сөзбен айтқанда, мақанның есігін теуіп кірген ауыл адамдары қазір тізімге жазылып әрең кіреді. Онда да директордың көңіл күйіне қарап кіреді. Ау, ақсақал, келіңіз, деген директор орнынан тұрып қолын созған болды. Көкенай қарт мұндай сый-сияпатқа аң-таң болып аңтарылып тұр. Аман есен барсыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ма аға? Қане, ағамызға қант салып шай бер, болмаса кофе бер, деп өктемдеу сөйлеп хатшы қызды шақырды. Сонымен аға, өлгеннің соңынан өлмек жоқ деген. Қашанда кешірімді Алла бар деп сізді шақырған уәжімді айтайын. Өткен өтті, кеткен кетті. Мен мына ауылға басшы болған соң, осындағы қордаланған біраз мәселелерді шешу парызыма кіреді. Енді айтпағым, Әнипа апайдың баласын іздесек дейміз. Із-түссіз кеткеннің қандай қиын екенін өзіңіз де білесіз ғой. Сол үшін өкпе қақпаны ысырып тастап, сол баланы тоғайдан іздеуге атсалыссаңыз, мен сізге сенемін, деп барып, бірақ тоқтады. Мына сөзге Көкенай қарттың төбесінен жай түскендей болды. Содан соң біраз теңселіп барып, көзіне қарап жауап күтіп отырған директорға: жалғыз баламды өлтірген кәззаптың өлігін мен неге іздеуім керек, деп айтып салды. Әрі қарай өзара тартыс басталды. Ауыл басшысы көмегіңіз керек деген сөзінен танбады. Көкенай ақсақал араласпаймын, 2 аяғым қақсап ауырып жүр, деп мойын бұрмады. Сөйтіп отырғанда ауылдағы беделді ақсақалдардың бірі комторттың бұрынғы басшысы келді. Ағасын әдейі алдырған директор көсіле сөйлеп біраз жерге барды. Көкенайжан, кемпіріңнің мәйіті деп өзің қандай болдың? Әнипа байғұсты да өзіңдей көрсең нетті?
өткен өтті ғой, деген кәрі ақсақал мәжбүрлеп көндірді. Тап осы жағдайдың бірнеше себептері бар еді. Біріншіден, мәйітті тапса жаңа басшының абыройы артпақ. Екіншіден, мына ауылда Көкенай ақсақалдай анау Тоғайды жақсы білетін адам жоқ. Бұл кісі із кесіп белгі қоюдан алдына жан салмайтын бұрынғы аңшы. Сондай-ақ мұның жасындағы басқа қарттар мәйіт іздеуге өлсе де бармайды. Өйткені көзі тірісінде балалары сол бұзықтан жәбір көріп мезі болғандар, және де осы жүгермекті Құдай алса екен деп тілегендер. Әнипаның жалғыз баласы деген сондай еді. Ол ешқашан алғыс алған емес, жақсы сөз естіген емес, қаныпезер біреу еді. Сонда Көкенай ақсақалдан басқа қарттар директор айтпақ түгілі әкім айтса да ерте көктемде су кешіп тоғай араламайды. Ал сағадағы ауылдар егін салмай тұрып мәйітті іздеу керек, әйтпесе су қайтып кетеді. Су кетсе балшыққа батқан мәйітті ешкім таппайды. Мұның ең тиімдісі комторгтың бұрынғы басшысы Ажарды алған баласын ауылға мент қоймақшы. Інісі директор, баласы милиция болса, Томаш шалдың мұртын балта шаба ма? Жоспар бойынша мәйіт табылса, оны сол бала тапты деп жазбақшы. Сөйтіп аудан асырып наградаға ұсынбақшы. Әрі қарай осы ауылдың мент милициясы қылмақшы. Былайша айтқанда, жаңа басшы бір оқпен екі қоянды атып салмақшы. Не, бұлардың көздегендері осы. Екі ескі дұшпан Әнипа кемпір мен Көкенай қарттың ауыздарын осылай ұрмақшы. Алайда Алла деген бар. Адам айтады, сол бәрін жасайды. Алланың бұйрығы қандай, оны ешкім білмейді. Көкенай аға, алдағы 10 шақты күнде жылы жел соғады, дайын болыңыз, деп шығарып салып директор қала берді. Жарайды, інім. Құдай кешіргенде мен кіммін, қолымнан келгенше көмегімді берейін, деген қарт көзін сығымдап бара жатты. Қайтсын енді, жалғызын өлтірген жауызды іздеуге көмектесуі керек. Өйткені мына директордан жамандық көрмеді. Кемпірінің мәйітін алдырып бергенде жаны жай тапты. Оған ана отырған ағасы жол көрсетіп мұрындық болды. Сонда оларға қалай жоқ дейсін. Алайда Көкенай ақсақал өзі білмеген қалде бұрынғы басшы Мақанды құртып, орнына мынаны әкелді. Негізі оны осы сорлының қолымен Томаштар істеді. Біреудің көсеуімен от көсеу, бұл қазақтың ежелден әдеті. Араздасқан екі бейбақты солай пайдаланды. Аға, салқын жел басылды, ертең аттанамыз деп жатыр, дайын болыңыз, деп есіктен кірген жігіт бұйрық ала келді. Жарайды, сіздер дайын болсаңыздар, мен дайын, деген ақсақал дорбасын қамдады. Осылайша шілдеде жоғалған баланың мәйітін іздеу басталды. Оған Көкенай ақсақал бастаған біраз еріктілер қатысты. Негізі сол баланың қай кезде жоғалғанын ешкімде дөп басып айта алмайды. Оны мына жұрт түгілі шешесі де білмейді. Ауданға кеттім деп шығып кеткен, содан бері жоқ. Бұл шілденің аяғы еді, қыркүйектің соңына іздеу салынды. Тіпті сол бала жоғалды ма жоқ па, оны да ешкім білмейді. Тек әр жерден іздеп із-түзсіз кетті деп жүр. Жел басылып мұз еріпті, сондай-ақ су тыныпты. Осы бір айда тапсақ тапқанымыз, таппасақ жоқ, деп жорамал айтты Көкенай ақсақал. Бұл кісінің сөзі дұрыс. Өзен осы жерден 30 шақырымдай барғанда суы таяздап тізеден келеді. Ол жақтан ештеңе шықпады, демек 6000 гектар мына орманды тінтіп шығу керек, және оған бір айдан аса уақыт бар. Әрі қарай егіншілік басталса су кетіп батпаққа айналады. Осыны білетін ақсақал әскерін төгіп лап қойды. Бәрін қосқанда 30 шақты адам, басшысы Көкенай қарт таңертеңнен кешке дейін шарлап шығып ештеңе таппады. Одан ертесіне барды, оның ертесіне тағы да барды. Сөйтіп жүргенде бір апта өте шықты. Орманның 1/3 тіміскіледі, алайда Әнипа кемпірдің баласынан хабар болмады. Бұл кезде ауыл басшысы қой сойдырып, қажетті азық түлікті мойнына алып беріп отырды. Ал іздеушілер таңертең кетеді, кешке бастары салбырап орманнан шығады. Қатарласып жүріп, тізеден келетін суды қарайды, бірақ ештеңе таппайды. Осы көріпкел деген бар ау аға, сондайға жүгінсек қалай болар екен, деп ақыл сұрады директор інісі. Сол құмалақшы көріпкел дегендер айта береді, олар немене сонша құдай ма еді, деген ағасы қарсылық танытты. Жоқ аға, көрші ауылдағы шалға барып көрсем деймін, деп қипақтады інісі. Негізі сол кісіге барған мына былықтың бәрі соның ісі, бірақ әу баста баласы жоғалғанда Әнипаның өзі барған. Тап қазір табасың деп айта алмаймын, бірақ табасың деп айтты деген.
Содан соң кемпірді апарған жігіттен сен кім боласың деп сыбырлап сұраған. Мен ешкім емеспін, мен мына әженің көршісімін, апарып кел деді, келдім депті бала. Сонда құмалақ қараған шал, ол баланы іздеп керек емес, оның мәйіті қозғалса аулың қозғалады депті дейді. Мотоцикл айдап жүрген жас бала ғой, осы сөзге аса бір мән бермесе керек, алайда әлде біреуге солай айтты деп жеткізген. Ол қайбір оңған адам, шалық бұқ жеген шалда деп күлкі қылған. Сөзі үшін мазақ боп күлкіге қалған бала содан соң ешкімге айтпаған дейді. Әрине, көріп кел дегенге біреу сенсе, біреу сенбейді, оны қойшы. Аллаға сенбейтін де қазақтар бар ғой. Сонымен бұл сөз жабулы қалған арадан 20 күндей өтті. Сонда Көкенайдың үйіне арнайы келген директор ақпарат сұрады. Тең жартысынан аудық, үлгереміз, деді қария. Я аға, егістік басталғанша тінтіп шықсақ әрі қарай Әнипа апаның өкпесі болмас, деген директор нанауыз тиіп кете барды. Бұл өзі жайдан жай келген жоқ. Іздестіру жайлы ақпарат сұрап келді. Сөйтсе, орманның тең жартысын біттік дейді. Тағы бір 15 күндей толық бітеді. Содан соң табылса табылғаны, табылмаса Әнипа апайдың алдында ақтала алады. Осылайша іздестіру басталғанына бір айдай болған кез. Ғимаратта отырып ішіп пысқан директор өзен жағасына барды. Сондағысы мән-жайды көзімен көрмекші. Сөйтіп отырғанда облысқа кеткен қайнысы су жаңа көлік әкелді. Ондағылар директордың астына қара түсті жаңа Волга берді. Бұл деген барлық басшыға арман. Мұндай көлікті 20 жыл отырып мақам мінген емес. Бір айда жаңа басшы жаңа көлік алса, абыройыңның тасқаны немене. Айда бала, кеттік, мына жануардың аяғы алсын көрейік, деп қарғып мінді. Қайда барамыз, деп сұраған қайнысы бұйрық күтті. Тегіс жол қайда бар, сонда айда, деп бұйырды жаңа басшы. Құп жездеке, деген бала ауыл сыртындағы жолға түсіп жүйткіп берді. Арадан көп өтпей жүйткіген көлік көрші ауылдағы көріпкел шалдың ауласына тоқтады. Сонда төмен қарап біраз отырған шал, сол мәйітті қозғап керегі жоқ, деп қайталады. Ойланайыншы, қане, мен осы сөзді бір жерден естіген сияқтымын. Сен естіп пе едің? Жоқ, жездеке, мен ондай сөзді естігем жоқ, деп иығын қысқан рөлдегі бала ауылға кірді. Бұл күн кешкіріп қалған кез еді. Анадайда белгісіз мәйітті қапқа салып, атқа өңгерген Көкенай ақсақалдар келе жатты. Орманнан шығып ауылға кіріп келе жатқан бір топ адамды көрген басшы, қане бала, тұлпардың басын мыналарға бұршы, барып қал сұрайық, деп терезеден үңілді. Бастығының айтқаны бұйрық, бала сонда бұрылды. Сонда директор біріншіден жөн сұрағысы келген болса, екіншіден жаңа көлігімен мақтанғысы де келген болар. Әйтеуір Құдай айдап Көкенай ақсақалдың алдына тоқтады. Ал ат жетектеген біраз адам бейтаныс жаңа көлікті көргенде тұра қалысты. Осы кезде әлденеден үріккен ат айдалаға қаша жөнелді. Әне шылбырына жармасқан нүркен бала қосақтасып кетіп барады. Әншейінде чу дегенде жүрмейтін жылқының мұнысы несі? 4 тұяғымен жер тепкілеп шаң көтеріп біраз жерге барды. Содан соң үстіндегі қапты аударып тастап қос құлағын тіктеп тұра қалды. Әбүйір болғанда шылбырмен жүгенге тас кенедей жабысқан бала жібермеді. Бұл деген жақсы емес, деді басын шайқап күбірлеген Көкенай ақсақал. Өйткені жып-жуас қолда жүрген жылқы мәйітті тиегенде де біраз жұлқынған болатын. Онсын бәлкім күңгірт шыққан иістен болар деп ойлаған. Негізі жылқы тектес деп бекерге айтпайды. Жылқы лай судан ішпейтін таза жануар, тіпті өз тұқымына шаппайтын қасиетті жануар. Қазақтың қаны таза десе, жылқының да қаны таза. Қазақ 7 атаға дейін қыз алыспаса, жылқыңызда сондай өз қанына биесі жоламайды, айғыры шаппайды. Бұл деген тектілік емес пе? Содан соң жапа-тармағай жылқы үріксе жақсы емес. Мына мәйітті тиегенде тепсініп бір құтырып алған. Директордың көлігін көргенде тағы бір тепсініп сес көрсетті. Демек, бұл жануар көлік көрмей жүрген жоқ, бұл жерде басқа бір кәкір барын Көкенай ақсақал білген еді. Иә, ақсақал, амансыздар ма? Білесіз бе, аға, мен сізге сеніп, осы жұмысты тапсырып едім, бүкіл ауылдың үмітін ақтадыңыз. Сіздің арқаңызда, Алланың да, Әнипа апайдың да алдында біздің басымыз биік болады. Бірақ ақсақал, мына аттың мұншама құтырғаны несі? Деп таңғалған директор Көкенай ақсақалға қолын созған болды. Алайда көңілсіз қарт көрмегендей болып асауатқа қарап өте берді. Мұнысына таңғалған директор аңырайып тұра қалды. Мына кісі алжиын деген бе? Бастықтың қолын алмайтындай кім өзі?
Мен бұл шалға алғысымды айтып жатсам, дым болмағандай өте шыққан нес. Сонда үймелескен адамдар арасынан шығып жылқыға жеткен қария жалынан сипап тұрды да артына қарап, болды, бұл жануардың осы жерге дейін әкелгеніне шүкір дейік, енді мүрдені көлікпен жеткіземіз деп дауыстады. Алайда жаңа басшының жоспары бөлек болатын. Мәйітті анау ажар келіннің күйеуіне қосып облысқа сараптамаға жіберуі керек. Одан нәтижесі шыққанша Томаш ақсақал барып баласына жұмыс сұрамақ. Бұл ағалы інілінің келіскен құпия жоспары. Сөйтіп зейнет жасына келген Тәттімбетті демалысқа жіберіп, орнына өз інісін милиция етіп қоймақ. Онысы дұрыс, мынандай үлкен ауылға бір милиция керек ақ, бірақ қалаға кетіп арнайы оқып жатқан жастарда басшылық ет. Қоямын десе солардың бірін қоймай ма? Қысқасы, мұның ойлағаны мына ауылды тасқып шырмап алу. Өзі директор болса, немере інісі милиция болса, сосын анау дәрігердің орнына қатыны жағынан Қамашты қойса болды. Мына ауыл ашса алақанында, жұмса жұдырығында болады. Қазір мен, деп күмілжіді жаңа басшы. Қазір болғанда үй дайын ба? Құранды кім оқиды? Баланы көп ұстауға болмайды, минут сайын естеніп ағып барады, деген ақсақал анадайда жатқан қапқа қарады. Бұл директор үшін өте ыңғайсыз жағдай. Есі дұрыс адам су жаңа көлігіне өлік салама. Алайда көлік керек деген Көкенай қарт басшыға қарап тұра берді. Сонда жан-жағына алақ-жұлақ қараған басшы, мен ғимаратқа барып көлік жіберейін, осы маңда жүрген бала да жоқ па, деп әлдекімді іздегендей болды. Бала десе ол да дұрыс, мына ауылда мотоцикл тізгіндеген жас бала көп. Орал деген коляскасы бар мотоцикл екінің бірінде бар. Өйткені бұл ауылда екінің бірі малшы болса, екіншісі аңшы. Сондай-ақ ол заманда қазіргідей бас-басында көлік жоқ еді. Өркенің өссін балам, құлагеріңді алып үйіңе қайта қой. Жанекеш жануарда қарсылық жасап жатқанын байқатты, деген Көкенай қарт аттың жалын сипап тұрып Нұркенге сыбырлады. Осыдан кейін атын жетектеген бала алға қарай жүре берді. Жаяу кеткені бұл баланың ақылды болғаны деп сүйсінді Көкенай ақсақал. Әрине, истеніп кеткен мүрде тиеген ерге есі бар бала отырмайды. Мініп шаба жөнелетін Нұркен ақымақ емес, жылқысын жетегіне алды. Ал не болып жатқанын түсінбеген жаңа басшы көлігіне отырып ғимаратқа тартты. Содан соң телефонға жармасып облысқа хабар берді. Мұнысы дұрыс болды, өйткені өзінен бұрынғы Мақан басшы басы дауға қалғаннан кеткен жоқ па? Мақан кетпес еді. Ол сорлының артын қазбалап осы құртты. Қазақта қарттық деген бар, бірақ қартайған ағасы билік құмар бірдеңе сөзге тартып Әнипаны үгіттеді. Одан анау тұрған Көкенай шалды түрткіледі. Сөйтіп жүріп, Мақаныңды да тақтан аударып, орнына інісін отырғызды. Енді міне, інісін шақырып, мүрдеге қосып облысқа жібермекші. Бұл очко жинамақ болған түрі. Сіздер мақұл десеңіздер, мен өзім көлік тауып, адам қосып жіберейін, деп жалбақтады тұтқаның арғы жағындағы милиция майорына. Олай болса құба-құп болар, бізден барып жүрмей әкеле салса, деді анау адам. Болды, Басеке, болды. Сол мәйітті іздеуге ат салысқан ініміз бар, жанына соны қосамын. Барғанда қалай тапты, қайдан тапты, сізге доложить етеді, деп емпілдеді жаңа басшы. Осылайша інісіне милиция бастығымен жеке сөйлесетін сылтау тауып бергендей болды. Содан соң тамыр таныстарына қоңырау соғып, облысқа апаратын көлік іздеді. Директор деген аты бар, бір жалбақай оп-оңай табыла кетті. Бұл өзінің қайнысы еді. Сонымен қатынның 30-ға келген туысқан інісі өз інісіне қосып екеуін мәйітпен жіберетін болды. Негізі жаңа басшымен сөйлескен майор бастық емес, төменгі таптың өкілі. Облыста мұндай майордың мыңы жүр. Бұл кісі кезінде мәйітті іздестіру жұмыстарын ұйымдастырған адам. Сол үшін жаңа басшының қолпаштай жөнеліп алғыс айтты. Әйтпесе, сол баланың жоғалғаны ауада қалқып тұрған. Оларда мүрде табылса өлді деп ашық жатқан істі жапса болды. Әрі қарай баяғыша бола береді. Құдай-ау, мына елде кім жоғалмай жатыр деңіз. Олардың табылғаны, табылады, табылмағаны 7 жылға дейін ауада қалқып қағазда тұрады. Құдайдың құдіреті дерсің. Мәйітті апаратын екі жігіттің екеуі де директорға бөтіндер емес. Өз айналасынан шықты. Бұл деген кездей соқтық па, әлде Алланың қалауы ма, оны уақыт көрсетер. Ал енді ғимаратта отырған жаңа басшы облыспен сөйлесіп жатқанда мәйіт жанында бірнеше жігіт қалған. Олар директор көлік жібереді деп күтіп тұрғанда күн еңкейіп қараңғы түсті. Қайтсын, сонша күн іздеп тапқан мәйітті көшеде қалдырсын ба?
Кенеттен күн күркіреп, көктен найзағай соқты. Дауыл көтеріліп, бұлқан-талқан тәңірі жерге шүйлігіп, қаһарын төкті. Қалалардағы алып от шашудай жарқылдап, аласапыран басталды. Мәйіттің маңында тұрғандар жауыннан қашып, сол жердегі үйлердің бұрышына паналады. Сондағы ұйытқыған жел мен нөсер жауын сұмдық болды. Анда-санда гүлдірлеп келіп жарқ еткенде анадайда суға малынған мәйіт қана көрінді. Бір кезде үрлеп соққан ызғырық жел сол мәйіттің кебінін көтере бастады. Мұндайда қарап қалатын кәпір болсын ба? Көкенай қарт: балаларым, сендер осында тұра тұрыңдар, мен барып кебінін жабайын деп мәйітке қарай аяңдай берді. Әне тағы да 5 қадам аттаса болды, кебіні желмен жалбырап тұрған тырдай жалаңаш мәйіттің үстін жабады. Алайда оған жетпеді. Қараңғы қуыс көшеден айғайды салып Әнипа апай атып шықты. Содан соң әй құлынымдап боздап барып мәйітті құшақтап жата кетті. Әй Әнипа, кебінсіз мәйітті құшақтауға болмайды, сабыр сақта деген қарттың даусы қаттырақ шықты. Сол кезде шашы жалбыраған ана тұра ұмтылып зарлап берді. Менің баламды сен қақпас өлтірдің, сенен басқа ешкім емес, ал сенің қыршын балаңды менің балам өлтірген жоқ деп Көкенай қарттың жағасына жармасты. Тәйтәр, сандырақтамай жап аузыңды деген қарт итеріп тастаған. Оған қарайтын кемпір жоқ. Сен өлтірдің, сен қақпас өлтірдің, оған менің күмәнім жоқ. Осы сөзі Құдайға күпір болсам да айтайын деген кемпір одан сайын айқайға басты. Тіпті өзің өлтіріп жасырған жеріңнен өзің тауып келдің. Құдай бар болса сендей қаншердің жазасын берсін деп айтып сылды. Мұндайға шыдайтын Көкенай ма? Бұл сорлының да іші толған күйігет қолындағы тал шыбықпен Әнипа кемпірді тартып жіберді. Осы кезде жан-жағына жеткен жас жігіттер ата қойыңыз деп байқұс кемпірге араша түсті. Ал арадан көп өтпей мәйіт басына 2 көлік қатар келіп тоқтады. Оның бірінен жаңа басшы түссе, екіншісінен 30 жастардағы жас бала мен немере інісі Камторттың баласы түсті. Сөйтіп сабан төселген көлік еденіне мүрдені салып кетуге асықты. Алайда шляпасын басып ұстаған директор келіп терезеден сығалап: мына күн қатты бұзылды, мүмкін жауын басылғанша ауыл сыртында күте тұрарсыңдар деп ақыл айтты. Оған астындағы көлікке сенген екеуі: аға, біз жолымыздан қалмай жүре берейік, кезектесіп айдап отырсақ таң сәріде қалада боламыз деген екеуі күткілері келмеді. Ендеше жолдарың болсын, мұндай іс сауап болады деп аман есен барып келіңдер деген директор қала берді. Ыңырсыған көлік орта көшеге түсіп, ауыл ішімен үлкен жолға беттеді. Осыдан кейін Көкенай бастаған топ үйлеріне тарасты. Ал 2 баланың соңынан еріп біраз жерге барған жаңа басшы ағасының үйіне тартты. Өйткені бүгінгі болған мән-жайды баяндауы керек. Содан соң Камторгты басқарған ағасы таңмен облысқа баруы керек. Иә, інім, ол деген өте жақсы жаңалық екен, бірақ менің бір сұрағым бар. Анау Көкенайды айтам. Ол неғып барды екен? Баласын өлтірген баланың мүрдесін өзі іздеп тауып берген болса, ол сорлы нағыз ақымақ екен деп мырс етті ағасы. Білмесем аға, ол шал басында бармаймын деп біраз қипақтап еді, мен жеке шақырып сөйлесіп көндірдім. Менен асып кете алмады, сол үшін барды. Сіз негізі дұрыс айтасыз, милициялар таппаған мүрдені біз таптық. Бұл бізге үлкен абырой болмақ. Міне, мына қағазды алыңыз, бұл 2 адам қол қойған қағаз. Мүрдені біздің бала тапты дегізіп куәгер тауып қойғанмын. Олардың бірі менің құрдасым Түймебай, екіншісі Шаңырақ құда. Бұл қағазбен Абасжанды жұмысқа алмай көрсін деп көкіді директордың інісі. Осылайша билік қуған аға мен іні кеуде түйістірді. Куәгер қағазын қалтасына салған қарт ағасы жолға дайындалды. Қайын атаның жолына ажар келін ет қуырып, термосқа шай қойды. Міне, бұл сорлылар осының бәрін өздерінің жеңістеріне болады. Тіпті Көкенай қартты залым баланы іздеуге көндірді. Алайда бұл деген әлде бір сұмдықтың басы ғана еді. Сол сұмдықтың жолын көктегі Құдай көрсетті. Жұмысын жердегі пенде жасады. 2 бөлімнің соңы. Жалғасы бар.